Mine biröw darany Beyşembaydın darası deydi. Odan dep kaptaldak bilgende biröw körünüp oturgan eki menin bir jan joldaşym Kengçilik degen jerde negizgi 9 göl deydi. Mine biröwden endi kuldaganda Sulaman mine töbeni görünüp turgan Samırsın deydi eken. Oğan Angus meken dep bawurdunda kalın awulдар jaylap Samırsın деген кедір ғой. Мынандай шағатын дәні бар. Сол ғой Самырсын. Сол. Мына кісілер бүкім Қазақстаннан келіп, мына Алматыдан келіп, менің бір балтызым бар, Астанадан келіп, мына қиыр жол менен, жеңіл мәшін менен, міне біреу көрініп жатқан қызыл жол менен деп келіп, үйге келіп отыр. Міне біреу бұлт көрініп жатқанды мәнті иман дейді. Мәнті деп, маңды айтады. Мәнті деген енді тағам бар. Тағам бар. Соны соған баямалап қойған негізінде. Міне жағы Бітеу ғанасы. Ана бұлт көрініп жатқан жер Қытайдың ұлы шекарасы. Бұдан ары қарай біз асып баруға болмайды. Келгенде талқылы дейді. Мына бұрынғы ұлы адам қазақ мына менен асып Алтайға асып тұрған екен. Мына үлкен керуен жол. Мынау көрініп отырған екі үй біздің ең үлкен ағамыздың үйі. Мынау мал отар менен қазір келіп отырған жайды. Енді аңқұстың түрі болады. Аю деген аң бар. Осы малға чауыл істейді, үйтеді, заң өте қатты. 30 сай, 40 сайға дейін енді штраф салып жатады. Сай деген миллион. Миллион, сондықтан біздің ел көп жоламайды, өте малға зиян істеп кетпесе. Бұғым арал көп болады, оны өзіміз қатты аялаймыз. Қызыл жартас тұр ғой. Содан ары қарай Ресей. Тұва жағы ғой. 5 ноқта. Мемлекет тоғысқан жері болып тұр ғой мынау. 3 мемлекет. Ресей, Моңғол жағы Қытай. Қытай 3 мемлекет тоғысқан жер. Құтты болсын. Ал жақсы, енді мынау құрдасымның әңгімесін тауысып жай естідік. Ары қарай жөө берейік енді. Мына өлке енді біздің ауылдың бір 30-дан 25 жыл жайлаған ұлы атамекен өлкөміз. Мына отырған екі үй, біреу күйеу баламыздың үйі, біреуі ең үлкен, осы әулеттің үлкен ағамыздың үйі. Міне біреу қосақ басын ұстап тұрған біздің сол әулеттің кенже келіні. Міне біреу жиендер. Міне біреу жүрген, міне біреу біздің қарындасымыз. Сиыр неге ешкі сауып қой саумайды екен? Ешкі сауат, сиыр сауат. Неге? Мынау енді қой сауғаннан жалпы келіндер қашады. Қажет емес дейді. Сіздер Қазақстан сияқты болып кеткен екенсіздер ғой, келіндердің көңіліне қарайды. Мен жалпы келін сыйлайтын ауыл ғой. Сәлеметсіз бе? Не бір балам? Жаңалық бар ма? Жөпчілер кетті. Мамам үйде бар. Жай енді үлкен ағамыздың үйіне барайық.